сенің өміріңді өзгертетін бірінші қадам. Жаңа жылдан кейін көп адамдар айтып жатады, иә, болды, мен енді өмірімді өзгертемін, тірлік етемін деп жатады. Мен сіздерге айтайын, өзгерістің ең біріншісі намаз оқыңыздар, намаздан бастаңыздар өзгерісті. Себебі мына өмірімізде көптеген қиыншылықтар болады да, сол кезде Аллах тағаладан жәрдем тілеп, намаз оқу арқылы біз сол қиыншылықтарды, сол сынақтарды жеңетін боламыз. Екіншіден, тастай алмай жүрген күнәларымыз болады, иә. Адамдардың көп айтып жатады, күнәларымды тастап алайын, сосын барып намаз бастаймын деп жатады. Жоқ, сіздер бірінші намаз бастаңыздар, күнәні сосын ақырындап тастайтын боласыздар. Намаз сіздерге сол күнәні тастауға көмектесетін болады. И намаз оқу үшін міндетті түрде 5 уақыттан бастап кету емес, өздеріңізге қай уақыттан бастаған ыңғайлы, мысалға 5 намазының парызын оқып жүресіздер, сосын ақырындап екінті қосып, сосын ақшам, сосын құптан, сосын таң намазын қосып, сөйтіп уақыт өте келе 5 уақытқа толтырасыздар. Сосын уақыт өте келе уәжіп намазын қосасыздар, сүннет намаздарын қосасыздар. Солай осылай 5 уақыт намазын толық оқып жүретін боласыздар. Ең бірінші өзгерісті осы намаздан бастаңыздар.